Қайырлы күн, құрметті ағайын. 24-ші жаттығудың шешуіне қош келдіңіздер. Фотоэффектінің қолданылуы және фотон деген тақырып бойынша есептер шығарамыз. Мына монохроматты жарық толқынына сәйкес фотонның энергиясын табыңыз дейді. Бірінші қызыл, сосын жасыл, сосын күлгін. Фотонның энергиясы H с бөлінген лямбдаға тең. H деген Планктың тұрақтысы, с жарық жылдамдығы, ал лямбда болса жарықтың толқынының ұзындығы. Микрометр, ол 10⁻6 болады. Сонда минус 34 плюс 6 28, минус 28 плюс 8 минус 20 болады. 10⁻20 дәрежесі. Алты бүтін жүзден 63 көбейтілген 3 бөлінген 0,7. 28 де 4. 28,4 көбейтілген 10⁻20 дәрежесі джоуль. Бұл қызыл толқынның, қызыл фотонның энергиясы. Екіншісі, жасыл фотон. Оны тура осыны қолдан отырып шығара берейік. Бұны көбейтеміз 0,7-ге, бөлеміз 0,55-ге. 36,2 шамамен. Көбейтілген 10⁻20 дәрежесі джоуль. Күлгін. Бұны бөлеміз 0,55-ге, көбейтеміз 0,55-дің квадратына, бөлеміз 0,4-ге. 49,7. 49,7 көбейтілген 10⁻20 дәрежесі джоуль болады. Екінші есеп. Фотонның энергиясы мынандай. Оған қандай толқын ұзындығы сәйкес келеді? Формуласын жазып алайық. Осы жерден пропорция бойынша толқын ұзындығы H с бөлінген энергияға тең екендігін таптық. Көбейтілген 10⁻19. Мұна екеуі 34-тен 19 азайтсақ, минус 15 болады. Минус 15 плюс 8 минус 7. 6,63 көбейтілген 3 бөлінген 3,2. 6 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі 62. 6,2. Яғни 0,62 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі метр. Ол 0,62 микрометр болады. Келесі есеп, толқын ұзындығы 100 пикометр сәулеленуге сәйкес келетін фотонның энергиясын, массасын және импульсін табыңыз дейді. Фотонның бірінші энергиясы неге тең? H с бөлінген лямбдаға тең. Яғни 6,63 көбейтілген 10⁻34 дәрежесі, 3 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі. Пико деген бір пикометр, ол 10⁻12 дәрежесі метрге тең. Сонда 100 көбейтілген 10⁻12 ол 10⁻10 болады. Осында минус 24. Минус 24 минус 16. Минус 16 дәрежесі. Сонда бұл 19, 9, 18, 19 бүтін 189 көбейтілген 10⁻16 дәрежесі джоуль болады энергия. Масса неге тең дейді? Масса, негізі фотонда масса жоқ, бұл эффективті массаны бұлар физикада былай табады. Яғни, как будто оның бір массасы бар, энергиясына байланысты. Бөлінген с квадрат. Яғни,
19,89 көбейтілген 10-16 дәрежесін жарықтың жылдамдығының квадратына бөлеміз. Сонда бұл не болады? 19,89-ды бөлеміз 9-ға. 2,2 болады екен, шамамен. 2,2 көбейтілген 10-ның минус 32 дәрежесі килограмм. Импульс. Импульсы, оның импульс неге тең? М көбейтілген с-ға тең. Массаны жылдамдыққа көбейткенге тең. Негізі бұл дұрыс емес та. Негізі энергия бөлінген с-ға тең деп табамыз. Себебі естеріңізде болса, салыстырмалық теориядағы мына формула бар еді ғой. Фотонның массасы, тыныштық күйіндегі массасы нөлге тең болғандықтан, энергиясы импульс көбейтілген жылдамдыққа тең. Сондықтан фотонның импульсы 19,89 көбейтілген 10-ның минус 16 бөлеміз оны жарық жылдамдығына. 19,89 бөлінген 3. 6,63 дейді. 6,63 көбейтілген 10-ның минус 24 дәрежесі. Килограмм метр секунд. Энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең, фотонның импульсын есептеңіз дейді. Фотонның импульс көбейтілген энергия, бұл фотонның энергиясы болады, электронның тыныштық күйіндегі энергиясына тең дейді. Сонда импульсы электронның массасы 9,1 көбейтілген 10-31 дәрежесі килограмм, жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Сонда бұл 27,3 көбейтілген 10-ның минус 23 дәрежесі килограмм метр секунд болады. Импульсы мынаған тең болатын фотонның жиілігін табыңыз дейді. Фотонның энергия бөлінген жарық жылдамдығы оның импульсына тең, яғни оның жиілігі неге тең екен? Импульс көбейтілген жарық жылдамдық бөлінген Планк тұрақтысы. Так, минус, плюс 34, минус 22, 12 қосылған 8, оның 20 дәрежесі болады. Енді 2,5 көбейтілген 3 бөлінген 6,63. 1,13 көбейтілген 10-ның, мына жерде 20 дәреже қалып еді ғой. Герц болады. Жақсы, осымен біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.